Hello, children. How are you today? Now let's start today's lesson, checkpoint 2. Now let's check your knowledge with me. Қайырлы күн балалар, бүгін біз яғни екінші модульді аяқтаймыз. Сол екінші модульде біздің алған білімдерімізді тексеру мақсатында біздерге сұрақтар берілген. Сол сұрақтарды менімен бірге орындаңыздар. Exercise 1 number, яғни суреттердің қасына мынау сөздердің ағылшынша аттар берілген, сонымен сәйкестендіруіміз керек балалар. Cap, кепка, scarf, мойынорағыш, gloves, қолғап, boots, аяқ киім, jumper, жемпір, jeans, джинсы. Бұл тапсырма аса қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Next exercise 2, write the plurals, яғни көпше түрге айналдырып жазуымыз керек. Dress, dresses, boot, boots, cap, caps, scarf, scarves, knife, knives, fish, fish. Яғни F, E әріптерінен бітсе, біз ол әріптерді түсіп қалып вэш жалғайтын түгіміз, және fish деген өзгеріссіз қалады. Бұл бізде irregular plurals, яғни оны тек біз не істеп алуымыз керек болатын, бала жаттап алуымыз керек еді. Exercise 3, read and underline, яғни дұрыс нұсқасының астын сызып шығуымыз керек. Ол үшін сөйлемге қараймыз. Егер де сөйлем салыстырмалы сын есімде тұратын болса, ол кезде өзі longer, bigger деген секілді зат есімге ER жалғауын жалғаймыз балалар. Осы тапсырманы орындап, менікімен тексеріп алсаңыздар болады. Next exercise 4 school rules, яғни бізге мәтін берілген, сөйлемдер берілген, сол жерде суреттер тұр, сол суреттерді біз ағылшынша аттарын жазуымыз керек. Бұл да бізде осы модуль 2-де өткен біздің сөздігіміз. Ол сіздерге бұл тапсырмада қатты қиындық тудырмайды.